Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз зоонозды инфекциялардың қоздырғыштары, оба, төлеремия, бірсөлөз, сібір түйнемесі, бактериологиялық қару. Сіздермен бірге доцент Рахметова Нұрила Беркенова. Дәрісімізді бастаймыз ары қарай. Біз қазір бірсөлөз ауруына тоқталамыз. Зоонозды инфекциялардың ішінде бірсөлөздің қоздырғышы 3 түрі бар оның: бруцелла мелитенсис, абортус және суис. Әдетте бұл ауру жануарлардан жұғады. Сондықтан жануарларменен қарым-қатынаста болатын профессионалды ауру дейміз ғой. Брюс деген ғалым ашқан, сол себептен бруцеллез деген атаудың шығу тегі осыған байланысты екен. Енді тыныс алу типі бойынша бруцеллездің қоздырғышын әдетте бір-бірінен қалай ажыратады? Вот қараңыз, мына слайдта мелитенсис аэробтар болып есептеледі екен тыныс алу бойынша. Абортус микроаэрофил. Суис аэроб, көрдіңіз бе? Бірақ та басқа тағы да мелитенсиске келсек, күкірт сутегін түзбейді, абортус түзеді, сосын суис түзеді екен. Сол себептен осы қасиеттерін зерттеу арқылы, тағы да тианин, фуксин қосқан орталарды өсіру арқылы бір-бірінен ажыратып идентификациялауға болады екен. Морфологиясы: бұлар ұсақ кокобактериялар, бұлар таяқшаға жатады, бірақ өте ұсақ, грамм теріс, спора түзбейді, талшықтары жоқ, капсуласы бар. Патогенділігі, патогенезі: вируленттік факторына әдетте капсула жатады, бұлар капсула түзеді, олар инвазия қабілетті. Одан кейін ферменттер бөлу арқылы бұлар жаңағы фагоцитозға тұрақты болады. Сол себептен бірсөлөзден кейін әдетте фагоцитоз аяқталмаған. Инфекция көзі жануарлар инфекция көзі болады, олармен қарым-қатынаста болғанда әртүрлі жолдармен адамдарға жұғады екен. Мысалы, сүт өнімдері арқылы, ет өнімдері арқылы ағзаға енеді. Немесе контакт арқылы, жаңағы ауру жануардың терісін ұстағанда, сойғанда. Зертханалық диагностикасында күрделі жүреді. Зертханалық диагностикасы: зерттелетін материал бірнеше: қан, зәр, нәжіс, ми, сүт, жаңағы оларды әртүрлі әдістермен зерттейді. Бактериологиялық, бактериоскопиялық, колонияларын зерттейді, жаңағы коректі орталарға себу арқылы. Бауырлық сорпаға себеді, бауырлық ағарға себеді. Сонымен қатар қан сарысуынан антиденелерді анықтау үшін серологиялық реакциялар қолданады. Мысалы, Райт реакциясын қолданады, Хедлсен реакциясын, немесе комплемент байланысу реакциясын, иммунды фермент талдау реакцияларын. Сондықтан идентификациялау үшін әдетте қажет болады биохимиялық антигендік қасиетін, сосын факқа сезімталдығын анықтау арқылы түрін ажыратады. Ары қарай жаңа биосынақ қояды. Биосынақ, яғни ақ тышқандарды, теңіз шошқаларын зақымдайды. Ол үшін жаңа зерттелетін материалмен да, сосын оларды сою арқылы оның органдарын бактериоскопиялық, бактериологиялық әдіспен ары қарай зерттейді. Сонымен қатар тераллергиялық реакциясын қолданады, яғни аллерген балы. Бірсөлен деген аллерген бар, соны тері астына енгізу арқылы диагностика қоюға болады екен. Ерекше емдеу, сақтандыру: ерекше емдеуде өлтірілген бірсөлөздік вакцина қолданады екен, ерекше сақтандыруда тірі вакцина қолданады. Сонымен қатар диагностикалық мақсатқа бірсөлен қолданады. Енді келесі біздің тоқталатын тақырыбымыз түйнеме, оны сібір жарасы деп атаймыз. Алғаш ашқан Роберт Кох, Луи Пастер. Оны түйнеменің қоздырғышы сібір жарасының бациллус антрацис. Бұл грамм оң таяқшалар, шеті дөңгеленген ірі таяқшалар. Бұлар ұзын тізбек, как бамбук жапырағы сияқты дейді. Ұзын таяқша, тізбек түзіп таяқшалар орналасады екен. Қоршаған ортада олар спора түзу арқылы бірнеше жылдарға дейін сақталады. Адамдар ағзасына кіргенде олар капсула түзеді. Енді патогенділігі, патогенезінде әдетте айталамыз,
бациллус антрацистің капсуласы бар, капсулды полипептидтері бар. Сонымен қатар түйнеменің бірнеше қандай жолмен жұғуына байланысты оның клиникалық формаларын ажыратады екен. Атап айтсақ, ауру жануарлардың терісімен контакт болған жағдайда терілік форма дамиды екен. Ауа тамшы арқылы өкпелік формасы дамиды, немесе асқазан шек жолдарына тағам арқылы түскенде сүт, ет өнімдері арқылы шектік формасы дамиды екен. Сондықтан міне осындай клиникалық формаларын білуіміз керек. Келесі, иммунитет. Сібір жарасымен сырқаттанып болғаннан кейін дамитын иммунитет гуморальды антитоксикалық иммунитет қалыптасады. Иммунитетте Т тәуелді, тимус тәуелді аллергия ерекше маңызға ие екен. Енді эпидемиологиясына тоқталсақ, әдетте бұл аурумен қандай адамдар ауырады? Көбіне профессионалды ауру дейміз, ауыл шаруашылығымен, жануарлармен контактта болатын адамдар көбіне солар ауырады екен, кең таралған. Көбіне оның резервуары бруцеллалардың бациллалардың топырақ мекенету ортасы. Сонда олар көбейеді, спора түрінде ұзақ уақыт жылдап сақталады. Адамдарға жаңағы мал өнімдері арқылы түседі, немесе ауа тамшы арқылы. Зертханалық диагностикасында негізгі әдіс ол бактериологиялық әдіс. Яғни таза дақылын бөліп алу, қоректік ортаға себу, сосын идентификациялау. Емдеу үшін СТИ деген тірі вакцина бар. Осы вакцинаны қолданады, нәтижесінде жасанды белсенді иммунитет қалыптастырамыз. Сосын жылқы иммуноглобулины қолданады. Жылқы иммуноглобулины жылқыларды гипериммундау арқылы алынған дайын антидене. Ол ерекше сақтандыру үшін және емдеу үшін қолданады екен. Нәтижесінде табиғи жасанды енжар иммунитет қалыптастырамыз. Сонымен қатар антибиотиктер, олар сезімтал. Сосын аллерген бар. Антраксин деген аллерген, оны тері аллергиялық сынағына қолдану арқылы диагноз қоюға болады. Келесі тоқталатын тақырыбымыз оба қоздырғышы. Обаны тудыратын Yersinia pestis. Yersinia. Адам үшін патогенді 3 түрін ажыратады. Yersinia pestis, энтероколитика және псевдотуберкулезис дейміз. Сондықтан бұл қоздырғыштар, бұлар грамм теріс, спора түзбетін таяқшаларға жатады. Ерсин деген ғалым ашқан, сол ғалымның есімімен Yersiниялар деп аталып кеткен. Сыртқы пішіне тоқталатын болсақ, пішіні сопақша келген, немесе дөңгеленген Yersiниялар биполярлы боялады екен. Бояған кезде олар екі шеті боялады, ортасы боялмайды. Спора түзбейді, талшықтары жоқ, капсуласы бар, капсула түзеді. Келесі, бұлар жаңағы оба қоздырғышы бірнеше ферменттер түзеді екен. Сосын колониялары кестелі орамалға ұқсас дейміз. Тығыз орталарға өскен кезде осындай тесттің сұрақтарында болады, естеріңізде қалсын. Кестелі орамалға ұқсас колония түссе, ол Yersiниялар болып есептеледі екен. Антигендеріне тоқталсақ, күрделі антигендері, бірнеше антигендері бар. Патогенділігі, патогенезі, келесі адгезия, вируленттік факторларына адгезия жатады екен, ол жаңа капсуласы бар болғандықтан. Сосын инвазия, агрессияға қатысты ферменттер түзеді, ферменттер және токсиндер түзеді. Одан кейін Yersinia pestis'тің патогенділігіне негізгі рөлді атқаратын, ол тышқандық токсин дейміз. Осы токсигендігін атқарады. Бауырды мен жүректің жаңағы жасушалық митохондрияларының қызметін тоқтатады. Сосын тромбтардың түзілуіне әкеліп соқтырады екен. Тышқандық токсин бактериалды жасушамен тығыз байланысты. Сосын оларды бақылайтын, синтезін бақылайтын плазмидалар бар. Яғни бұлардың Yersiниялардың жасушасының несінде, ішінде осы плазмидалар бар. Келесі, обада жаңағы басқа осы ұқсас ауруларға ұқсас
әртүрлі клиникалық формаларын ажыратады. Айталық, терілік формасы бар, бубондық формасы, өкпелік формасы және септикалық формасы. Септикалық формасының өзі біріншілік және екіншілік сепсис болып ажыратылады екен. Ертеректе бұл обаменен ауру өлімге апарған, қазіргі кезде өлім жоқ десек те болады, жойылған десек. Иммунитет инфекциядан кейін гуморальды және жасушалық иммунитет пайда болады. Енді зоонозды инфекциялар қатарына жатады. Табиғи ошақты инфекция. Инфекцияның көзі обада әдетте кемірушілер, суырлар, тышқандар, бүргелер тасымалдаушылар болады. Бүргелер сол кемірушілердің бүргелері арқылы да адамға жұғу қаупі бар екен. Адамнан адамға әдетте тек қана ауа тамшылары арқылы берілу, тек қана адамнан адамға жұғады екен. Осы формасымен ғана, жаңағы өкпелік форма. Зертханалық диагностикасында бактериоскопиялық әдісті қолданады, міндетті түрде жаңағы материалдан жағынды дайындайды, сосын таза дақылды бөліп алады, себу арқылы бактериоскоп. Сосын биохимиялық, морфологиялық, антигендік қасиеттерін анықтау арқылы идентификациялайды. Сонымен қатар биосынақ қояды. Сосын иммунофлюоресцентті әдіс арқылы да ажыратуға болады екен. Емдеу сақтандыру үшін тірі вакцина қолданады. Вакцинациядан кейін, вакцинация әдетте тек қана 6 айға дейін сақталады екен. Иммунитет өте ұзақ емес. Емдеу үшін стрептомицин және басқа да антибиотиктер қолданады. Келесі біздің тоқталатын тақырыбымыз төлеремия. Төлеремия әдетте жаңа төлере деген жерде ашылуына байланысты осындай атқа ие болған. Бұны Френсис деген ғалым зерттеп, Франсиеле деген аты бар. Сондықтан қоздырғышы әдетте Франсиеле төлеренсис дейміз. Өте ұсақ, грамм теріс қозғалмайтын таяқша, көкке ұқсас болады, спора түзбейді, капсуласы бар. Бұлар жаңағы тыныс алу бойынша аэробтар. 37 градуста өседі. Патогендік факторларына эндотоксин бөледі, инвазивтігі жоғары, кемірушілердің көптеген түрлері осы үшін патогенді болып саналады екен, осы түрлер үшін. Енді биохимиялық қасиеті бойынша келесі нұсқаларын ажыратады екен. Сыртқы ортада төлеремия қоздырғышы ұзақ сақталады. Инфекция көзі әдетте табиғатта кемірушілер, атап айтсақ андатра, қоян, тышқан, хомяк дейміз. Осылар арқылы қоздырғыш несеп арқылы сыртқы ортаға тарайды екен. Сосын олар суды, тағам өнімдерін, дәнді дақылдарды соларды ластайды, сол арқылы адамдарға жұғады. Енді таралу жолдары міне слайдта көрсетілген бірнеше таралу жолы бар. Атап айтсақ, қарым-қатынас жаңағы кемірушілердің өлтіріп оның терісін илегенде, немесе олар суды ластайды ғой, сол сумен жуынғанда, сосын тағам өнімді, алиментарлы тағамдарды олар ластайды ғой. Ауа тамшы арқылы, трансмиссивті жолмен қан сорғыш жәндіктер, олардың бүргелері арқылы да жұғу қаупі бар. Адамнан адамға жұқпайды. Патогенезі жаңағы көбіне қоздырғыш ену қақпасына лимфогенді жолмен лимфа түйіндеріне түседі. Бубон түзіледі, сондықтан бұның бубонды формалары бар. Ену қақпасына жара пайда болады. Қан арқылы ағзаға түсіп, бүкіл ағзаға тарайды. Токсин бөліп сөйтіп адамдарда лихорадка пайда болады. Клиникалық бірнеше формалары бар. Міне төлеремияның қараңыз. Бубондық формасы, жаралық бубондық, көздік бубондық, жаңағы баспа бубондық, септикалық, шектік, өкпелік формалары бар екен. Иммунитет тұрақты, аса сезімталдық пайда болады екен аурудан кейін. Зертханалық диагностикасында міне материалдары көп. Ерекшелігі қоздырғышты бірден бөліп алуға болмайды екен. Сондықтан алдыменен биологиялық әдіспен, яғни жануарларды жаңағы зақымдап, олардан жағынды алып, таза дақылды бөліп алып, сосын агглютинация реакциясын қойып, сөйтіп барып қоздырғышты анықтауға болады екен. Ары қарай серологиялық, аллергиялық реакцияларды қоямыз. Олар негізгі зерттеу әдісі болып есептеледі. Серологиялық
әдісте агглютинация, пассивтік гемагглютинация реакцияларын қою арқылы қос сарысудан антиденелерді анықтайды. Аллергиялық әдісте тулярин деген не бар, аллерген, соны тері үсті терішілік жаңағы сынақтар қою арқылы да диагноз қоюға болады. Сонымен қатар жедел диагностика үшін пассивтік гемагглютинация және иммунды флуоресцентті реакция қолдану арқылы да диагноз қоюға болады екен. Енді бұл біз жаңа осы зоонозды инфекцияларды біз биологиялық қару ретінде түсінуіміз керек. Осы биологиялық қару ретінде қолдану түсінуге кең таралып отыр. Бұндай реакциялар, бұндай инфекциялар организмге еніп әртүрлі патологиялық процестер тудыратын, сосын ол арқылы адамдар өлімге апаратын, сосын немесе басқа да қайтымсыз патологиялық жағдайларға алып келетін түсінуіміз керек. Сонымен сіздерге кері байланыс ретінде мынадай сұрақ: биологиялық қару ретінде қолданылған қандай бактерияларды білесіздер? Бұдан басқа қандай бактерияларды атап көрсете аласыздар? Назарларыңызға рахмет.